Балам ТЦП эпилепсия диагнозымен ауырады. Біздің диагнозымыз последствия ОНМК. Аяқ қолдары бәрі, мышцалары бәрі слабый болған. Жол апатынан соң бір қол бір аяғы істемей, жүре алмайтын жағдайға түсіп қалған еді. 280 давлениемен құлап, инсульт алдым, инфаркт алдым. Келген кезде жүре алмай келгенбіз. Жастықпен тіреп қоятын едік үйде деген. Балам ислам былтыр сондай қатты ауырып, 3-ші айда ауырған. Кейін 9 айлығында аяқ астынан инсульт алып қалды. Бір жас 8 айда баламыз жүріп кетті. 2 курс ем алғаннан кейін балам тілі шығып сөйлей бастады. Балам көп сөз айтатын болды. Жүрмейтін бала жүріп кетті. Біртал ауыз сөз білмейтін балам әзір сөйлеп, әзір оқып жатыр. Бәріне өзіміздің көңіліміз толып жатыр, ойлағаннан да артық. 4-ші курста тұсау кесіліп етіп, жүре бастады. 2 курстан кейін аяғын кәдімгідей тіреп, аяғын басып кетті. Таяқтыра тастап, балдақтыра тастап, өзім жүре бастадым. Шын ниетпен келсеңіздер, естіп қуанышты хабармен не аласыздар, бөлісесіздер. Енді осы клиниканың қызметкерлеріне алғысымды білдіремін. Бірінші Алла, екінші осы Мақсат ағайға рахмет. Науқас бақпаған адамдарды емдеп қатарға қосып жатқанына мың да бір шүкір.